Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Отбасымыздың шағын тіршілігі, қой қора туралы контентімді одан ары жалғастырамын. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бір күндік өзіміздің үйдегі тіршілігіміз туралы бір күндік контентімді көрсетуге тырысамын бүгін. Мінекей, таң атпай өзіміздің тіршілігімізді бастап кеттік. Күздің салқын күндері, қарашаның ортасы болып қалды қазір. Бүгін күн бұлтты, жаңбыр жауғалы тұр. Мінекей, аспанға қарасаңыз, күн түнеріп тұрып алды. Ағашта жапырақтардың бәрі сарғайып қызарып жатыр. Есіктің алдын бәрі жапырақ. Осындай бір күңгірт күндер. Мінекей, қойымызды да алып келдік. 15-18 шақты қой аламыз деп ойлап едік. Әзірге 10 қой алдық. Сөйтіп 5 бесеуден 2 қораның 2 бөлігіне 5 бесеуден қойларымызды қойып қойдық. Қойды алып келгенімізге 1-2 күн болды. Қойлар әлі біздің үйге, біздің еріп жатқан жем шөптерімізге әлі жақсы дағдылана қойған жоқ. Мінекей, қойдың жем шөбін дайындап жатырмыз. Аппаратпенен қазір жүгеріні өткізіп жатыр. Жүгеріні майдалаған кезде мінекей осындай болып ұсақталады жүгері. Ал мұнда жоңышқаларды, шөптерді міне бәрін майдалап, қаптап қойып қойған. Бидайды, жүгеріні, жоңышқаны бәрін осылай ұнтақтап, қаптарға салып дайындап қойған. Мінекей, мұнда жүгеріні аппаратпенен ұнтақтап жатыр. Жүгерінің ұнтағының бәрі түсетін жерінен бетіп қапты кигіз қойған. Сол жерге жүгерінің ұнтағы түсіп жатыр мұнда. Жақсы, жылы қорада қойлар өздерін жақсы сезініп жатыр деп ойлаймын. Мінекей, тақтайдың үстінде тұр қойларымыз. Тезектерінің бәрі кішкене тесіктер арқылы қораның астына түсіп жатыр. Қабын ауыстырып жатыр. Жаңағы жүгерінің ұнтақтары толған кезде қабын ауыстырып қойып қояды. Қайтадан сол жерге жүгерінің ұнтақтары түсіп жиналатын болады. Мінекей, немереміз далада доппен ойнап жүр. Біз далада жүрген кезде жұмыс істеп, немерем де бізбен бірге осылай қосылып далада жүргенді жақсы көреді. Әсіресе доппен ойнағанды жақсы көреді. Мінекей, ағаштардың жапырақтарын қараңыздар, қандай керемет, қып-қызыл сап-сары. Маған ұнайды осындай, күздің осындай ауа райы. Өте ұнайды. Өзімді өте жақсы сезінем. Қатты ыстық та емес, қатты суық та емес, қоңыр салқын. Даланың ауа райы керемет, күшті болып тұр. Жаңа жолдасым жүгерілерді тартып, ұнтақтап, қаптарға салып дайындап қойды. Бірден бір қап, 2 қап жүгеріні тартып қояды. Сонда алдағы уақытта ол 1-2 аптаға жететін болады. Енді мінекей бидайды да аппаратқа салып
осылай ұсақтап майдалап жатыр. Талқан сияқты қылып ұсақтап майдалап қояды. Қойларымыз жем шөбін жеп алып, мінекей тынығып жатыр. Алдағы уақытта көрсететін боламын. Жем шөбін күніге қанша мезгіл береді, мөлшерін қаншалықты береді, суды қай уақытта береді, қанша рет суғарамыз қойды. Одан кейін қойдың астындағы құмалақтарын қалай тазалаймыз, қой таза тұру үшін. Осының бәрін алдағы уақытта сіздерге көрсететін боламын. Бүгін мен мына бидай менен жүгеріні қалай ұнтақтап дайындап қойып жатырмыз жем шөбін, соны көрсетіп жатырмын. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Алдағы видеоларымда кездескенше.